1905 жылы Альберт Эйнштейн қазіргі заманғы физиканың бастауы болып саналатын бірнеше мақала жариялады. Бірақ көптеген адамдар Эйнштейннің етін mc квадраттан басқа немен атақты екенін біле бермейді. Сонымен Эйнштейннің ғылыми жаңалықтарына қысқа шолу жасайық. Бүгінгі тақырып оның жарықтың неліктен бөлшек екенін түсіндіретін 1905 жылы наурыздағы мақаласы. Эйнштейн бұл идеяны көктен алған жоқ. Ол алдымен қызған нәрседен шыққан жарықтың энергиясының таралуы газдікінде екенін байқады. Егер сіз жарық жеке молекулалардан тұратын газ емес, толқын деп ойлайтын 19 ғасыр физигі болсаңыз, бұл сізді қайран қалдырар еді. Жарықтың газ тәрізді әрекет етуі туралы идея Эйнштейнге дейін ақ белгілі болса да, бұдан жарықта газ сияқты бөлшектерден тұрады деген логикалық, бірақ ақылға сыймайтын қорытынды жасауға ешкімнің батылы бармады. Эйнштейн болса, бұл жарық кванттары нағыз бөлшектер екенін ұқты. Мұндай қорытынды жарық күшімен газ бен металл молекулаларынан электрондарды итеріп шығарған тәжірибе нәтижесін түсіндіруге көмектесті. Түптің түбінде Эйнштейннің теориясы дұрыс болып шықты да, оған Нобель сыйлығын әперді. Бірақ бұл мүлдем басқа әңгіме.